Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Менде бәрі жақсы. Бүгін мен шыбыштарымды босатып, қазір далаға шығаратын боламын. Бірінші есікті ашып, сосын тауықтарды да түсіретін болам сіздерге. Тауықтарымды көп түсірмей кеттім. Сол сіздерге қазір тауықтарыма да барып қазір түсіретін боламын. Сабақтан келіп сол қазір. Алмалар беріп жүрік, алма шөптерін жеп қойған. Үшін осы достар. Ойбай, ойнап секеңдеп жүр. Тек үйдің алдында емес, мына аяқтарда да жайылатын болған. Үшін осы достар. Мынау енді қашан туатынын білмеймін әлі. Бірақ уже уақыты келіп қалды. Осы жақында туады уже. Осы айда туу керек, бұйырса. Иттерден қорқады бір жаманы. Осындай шөптер жейді. Атырауға сол 3-4 күндей жаңбыр жауып қоймастан салқын болды дала. Енді қазір кішкене нормально. Нарт қазір 1-2 сағаттай жайып алам. Сосын тауығыма бар. Ешкілерімді 1-2 сағаттай босатып, қазір тауықтарымда жалғастыратын боламын. Қазір осыларды далада жүре тұрады. Сосын тауықтарыма сіздер көрсетеді. Жайылып жүр. Енді тағы 1 сағат қалды. Содан кейін уже тауыққа барам. Суы бар қорасында. Жүр. Мана деген ана аяққа бардық, жүрдік. Ауламыздың алдына келіп тұрдық. Мынауын таба алмай жоғалып кетті. Іздеп жүрдік. Маңырап мен қасымда іздеп жүрдік. Қара мен іздеп жүрдік. Ақ білмеймін қайдан шыққан әйтеуір. Бір 5 минуттай ма 3 минуттай іздеп жүрдік. Ана аяқты қарадым. Иттер салап кеткен болар дедім. Ауламды қарадым. Біресе қарасам, қасымда тұр. Сол ағы кетіп қалып кетті, жаман маңырайды екен. Артынан еңіріп, шөп жемей маңырап әйтеуір тауып алды. Бір-бірін іздейтін сияқты солар. Қазір тағы 1 сағат өткен кейін тауыққа барам бұйырса. 1 сағат жайылып, сосын 20 минут аулада жүр. Өзі кіріп кетті, шыққысы келмей ма, не екен білмеймін. Сосын мұндай ағаштардың несін жапырағын жұлып берді. Осы алмаларды бердік. Бұларға жегенін жеді. Тойғанын тойып, сосын қалдырып қойды. Сулар толы, міне. Суды көп ішпеймін бір нәмесе. Су ішкен көрмеппін, тек 1 литр ішкен көрдім. Бұлай шет шығар енді. Сосын сол өздері кіріп кетті. Сағат 2-ден 45 кетті сағат қазір. Мен бұларды 1-ден 20 кеткенде шығардым. Шаршаған болар енді далада жүріп. Нормально жүрді енді. 1,5 сағат. Енді қазір осы көлеңке неде ұйықтайды, жататып. Кешке қарата тағы да босатып аламын 2 сағаттай. Сол кезде де сіздерге түсіретін боламын. Ал қазір мен тауықтарыма пісірмі деп кете берейін. Бұлар болды енді. Сабақтан келіп босатып алдым. Қазір тауықтарымды бір қарап кетейін. Босатып болғаннан кейін шыбыштарымды үйге барып істеп алдым. 1 сағаттай демалып жата тұрдым. Қазір енді велосипедпен баратын боламыз. Бүгін 4 болды қазір сағат. Бүгін бірінші рет баруым тауыққа. Дала кішкене желдің бар. Алдыңғы түттерден дала жақсы жылынды. Алды тауық барак.
Dostlar, mine keldik. Mine Великпен keldim. Mine dostlar. Qazlarım bolsa setkege kirib ketgan, biroq birkaç yumurtqalarini qarab ketayim. Mende uyda 5 qazning balapani chiqdi. Hozir qancha yumurtqa var? Qancha bisiu? Altal. Yaxtarda yo'q ekan. Yaxtarda. Mana qarib ketib jering. Mana yaxtarda qazlar bo'lgan, mana shukderi. Mana shukderni jeb jurgan. Endi sol tovuqlarim 27 tavuğum qoldi qolib, shu akeshim o'tganda. Mana bir qaz tup ketgan. Bunda yo'q-da. Shukr normalni. 3 kun demas, 7 yumurtqa tup turg'asa shamamen. 4 kun demas unday. 4 kunde 7 sunday yumurtqa tuptur. Qo'yib alamiz go. Ne qancha bertsang, berdim. Qaz kibeklerini esib bereyim. Bugün 8 yumurtqa tuğan. Men İmandos degan balaga ana Lemon Brown'lar berib jibirdim. 3 Lemon Brown. O'zimda 2 Lemon Brown qoldi. Lemon Brown'ni yaxshi tuvatdi, tovuqlarni berib jibirdim. Lemon Brown qo'ng'ir yumurtqa tuvatgan sol. Hozir endi suvlarni akelib, suv berib, kibeklerini esib bereyim. Dostlar, sularını quyup berdim. Endi osan kibeklerini yeyетін bolam. Birinchi kibek shunday alamiz. Suga bir 2 litr suga qo'shamiz. Az ben tavukka esip berem men bulardı. 400. Ne қазір екінші жем салғышына кебектерін саламыз. Тойсын ертеңге дейін. Кешке келем 8-7-лерде, 8-лерде, 9-ларда келіп салып көтем. Мана сабақта ғылыми зерттеу жұмысын будене туралы қорғап шығып сол шықтым. Будене жайлы қазір қаздарға да беріп келейін. Беріп болдым жемдерін. Ал мына нені шыбыштарыма, ешкілеріме кебекті алып кетем. Қазір сіздер өз нелеріңізге, ешкілеріңізге қандай жем бересіздер? Осы жарайды деген ойлағым қазіргі сәтте. Мен осы жемді бар емес па? Бір кебекпен, бір осыны. Үшін екеуін қосқанда 50 килограмм болады. Мен бұны екінші майда ма? Сонда екінші майда сатып алған болатын. Қазір
2 мамырда сатып алдым. Қазір 12 мамыр 10 күн болды. Енді тағы да бір 5 күн шыдаса 15 күнде нормально болады. Шыдайды деген ойдамын, жетеді деген ойдамын. Тағы да 17 мамырға дейін. Сол осы воскресенье суббота бұйырса жем алып келем. Шыбыштарым андай шөп бар ғой, сена дейма, сондайды да сатып алам бұйырса. Андай үлкеннен рулон емес, бір чук, бір 1200 ба, сондай шама. Білмейм. Әйтеуір алдында қарам 1200 ба, сондай шамада болған. Енді мен аларды өз шыбыштарыма алып кетемін. Достар, егер де видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер. 500 подписчиктеріңізге тағы да рахмет. Осы тауықтар. Тауықтар маман есен. Кішкене 8 штук азаймаса, бұлай бәрі стабильно туыпты, шүкір. Осым сау болыңыздар.